Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 8 айлық сәбидің дамуымен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Егер жазылып алған болсаңыз, менің арнамды жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мінекей, уақыттың өткен сәбиіңізге қарап білсеңіз болады. Сіздің сәбиіңізге 8 ай толды. Осы айда сәбиіңіз қалай дамыды? Менімен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Осы айда сәбиіңіздің салмағы 7 немесе 9,6 килограмм аралығын қамтиды, ал бойы 66-76 сантиметрді құрайды. Нәрестеңіздің осы айдағы жетістіктері: ары-бері аунап бұрыла алады, жатқан жерінен ақырын тұрып отыра алады, орындық, қабырға жиектерін ұстап тік тұра алады. Кейбір балалар жағалап жүріп 1-2 қадам баса алады. Сәлем, сау бол деп қолын бұлғайды. Бұл жаста кей балалар еркін еңбектей алса, кейбірі әлі әрекеттенбеуі де мүмкін. Әр баланың дамуы жеке екенін ұмытпаймыз. Өзін айнадан көрсе, танып, қуанып шаттанады. Жақын адамдарын бірден таниды. Анасы жоқ болып қалса, іздейді. Кей балалар алақандарын бір-біріне бірнеше рет соғып шапалақтап ойнайды. Ал бер деген сөздерді түсінеді. Қолда көтеріп жүргенде жолда кездескен заттардың бәрін ұстауға тырысады. Есік, перде, тағы басқа заттарды. Өзіне таныс заттардың не үшін қолданылу керегін барлығын түсінеді. Мысалы, доптың дөңгелейтінін, қағаздың жыртылатынын және ойыншықтардың құрастырылатынын біледі. Қуану, ашулану, ыңғайсыздық сияқты сезімдерін жеткізе алады. Мақтаса қуанып, мәз болып шаттанады. Ұйқысы түнде орташа 10 сағаттай, күндіз 3-4 сағат ұйықтайды. Күнде таза ауаға серуендеуге шығару керек. Ана сүті міндетті түрде ұйықтар алдында және ұйқыдан тұрғаннан кейін емізілуі керек. Біртіндеп 2 реттік тамақтануын ересектердікіне, яғни жалпы дастарханға жаймен ауыстырыңыз. Бұл жастағы балалар көкөніс, жеміс езбелерін жейді. Баланы 6 айдан бастап дұрыс тамақтандырған болсаңыз, болашақта тамақ талғамайтын болады. Бұл ақпараттар сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.